Миллиардтар ойыны футболда ең керемет сәттер мен ең нәтижелі голдар көп кездеседі. Соның ішінде еуропалық үздік футболшылардың Қазақстан қақпасына соққан голдары. Сәлем, ендеше көреміз. Криштиано Роналдо, әлемнің 5 дүркін алтын доп иегері, Еуропа чемпионы, Португалия ұлттық құрамасының капитаны, Реал Мадрид клубының шабуылшысы Криштиано Роналдо Португалиялық ұлттық құрамасында ең бірінші голын Қазақстан құрамасына соққан. Әлемнің ең мықты шабуылшыларының бірі Швеция ұлттық құрамасының капитаны. Қазіргі таңда Манчестер Юнайтед клубының шабуылшысы Златан Ибрагимович Швеция ұлттық құрамасындағы ең тез голын Қазақстан құрамасына соққан. Ол небәрі 27 секундта есеп ашқан. Златан Ибрагимович туралы тағы бір қызықты деректер. Ол таэквондодан қара белбеу иегері. Златан Еуропаның 7 бірдей мықты клубында ойнап, ешқашан чемпиондар лигасын ұта алмаған. Түркиялық футболшы Германияның Дармштадт футбол клубының жартылай қорғаушысы Хамит Алтынтоп 2010 жылы ұлттық құрамадағы ең үздік голы Қазақстан қақпасына соғылды. Және де бұл жылдың ең үздік голы болып Пушкаш иегері атанды. Бельгиялық футболшы Англия Челси клубының жартылай қорғаушысы Эден Азар Бельгия ұлттық құрамасындағы ең бірінші голын Қазақстан құрамасына соққан. Германия және неміс Бундеслигасының Боруссия Дортмунд футбол клубының шабуылшысы Марко Ройс Германия ұлттық құрамасындағы ең бірінші дублін Қазақстан құрамасына жасаған екен. Видеомызды бір-біріне жау топ 10 футболшылар тізімімен жалғастырамыз. Біздің каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Мына сұр қоңыраушаны бассаңыз, алдағы видеоларды жіберіп алмайсыздар. Егер де осы елдердің флоты қаншалықты мықты екенін білгің келсе, World of Warships ойынына тіркел. Теңізде соғысу қаншалықты қызық екенін байқайсың. Егер де кеме капитаны болсаң, қандай тактика қолданар едің? Мықты болсаң, тіркел де дәлелде.